Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін тамашалап, таң тамаша ғажайыпқа ерексіз бой алдырып, тамсана қарайтыны цирк өнері. Цирк ержектіктің, батылдықтың, адамның тәні мен рухының таңғажайып мүмкіндіктерін көрсету. Қазаққа бұл өнер жат емес. Себебі біздегі саятшылық салты мен құсбегілік дәстүрінде де цирктің бастауы жатыр. Бүгінде Қазақ мемлекеттік циркі 52 жыл бойы көрермен үшін қалтқысыз қызмет етіп келеді. Ол дүние жүзіне танылған кәсіби қара шаңыраққа айналып үлгерген. 27 мамыр күні Қазақ мемлекеттік циркінде балаларды қорғау күніне орай мүмкіндігі шектеулі балаларға, балалар үйінің интернаттардың тәрбиеленушілеріне, аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға арналған қайырымдылық цирк бағдарламасы өтті. Бағдарламаға цирк артистері мен Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінің студенттері қатысты. Алматы қаласы мәдениет басқармасының және де Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің бірлесе отырып, бірінші маусым халықаралық балалар күніне орай қайырымдылық цирк қойылымы өтті. Көрермендердің көңілінен шықты деп ойлаймыз. Өте жоғары деңгейде болды. Бұл іс-шара 4 жыл оқыған цирк бөлімінің студенттерінің бүгінгі дипломдық жұмыстары, соны көрермендерге қайырымдылық көрермен ретінде көрсетті. Ол жерде көп балалы отбасынан шыққан балалар, 16 орталған балалары және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының балалары келіп тамашалаған болатын. Өнер ордасы 4-5 маусым күндері мұз айдыны шоу аталатын концерттік бағдарлама ұсынады. Онда фигуристер, цирк артистері өнер көрсетеді. Сонымен қатар алматылық тұрғындарды шілденің 15-нен тамыз айының 26-сына дейін ерекше шоу қойылымдар күтіп тұр. Шілденің 15-нен тамыз айының 26-сына дейін Ресейден Никулин цирк артистері гастрольдік сапар жоспарланып отыр. Бұйыртса сол қойылымдарды алда көрермендерге. Цирк артистері халықаралық фестивальдерде өнер көрсетіп, жүлделі орындарға жиі болады. Алыс жақын шетелдерге шығып, өнер көрсетуде күн тәртібінде тұр. Бішкек қаласы және Қарағанды қаласына 2 біздің коллективтің ұжымның гастрольдік сапар жоспарланып отыр. Ол қыркүйек, қазан айларына және де желтоқсан айына жоспарланған бар. Бұйырса соған барамыз. Бүгінгі таңда 1 жылға контракт алған гастрольда біздің переходная лестница деген номеріміз Англияда гастрольдік сапарда жүр. Орыс тақтайшасы деген номеріміз Түркия мемлекетінде 1 жылға осы 2022 жылдың соңына шейін гастрольдік сапарда. Қазақ циркі Еуропаның, Ресейдің тмд елдерінің жетекші цирк ұжымдарымен өзара байланыс орнатқан. Ресейдің цирк ұжымдары қазақ циркінде өнер көрсетуге ерекше ықылас танытады екен. Бұл да қазақ циркінің биік беделінің айғағы болса керек.